Сәлем достар, сіздермен бірге Мадина. Біз бүгін дәмді бәліштер жасаймыз. Ол үшін бізге қант, май, ашытқы, тұз, жұмыртқа, ұн, сүт және су қажет. Алдымен ыдысымызға жылы суымыз бен жылы сүтімізді құямыз. Ашытқы мен қантты салып, араластырып, бетін жауып қоямыз. 10 минутқа қойып қоямыз. Жұмыртқаның біреуін осылай толық саламыз, екіншісінің сарысын алып қаламыз. Бізде 10 минут уақыт өтті, дрожжымыз жақсы көтерілді. Енді май, тұз, жұмыртқаны құйып, жақсылап араластырып, ұнымызды салып, қамыр илейміз. Ұнды міндетті түрде електен өткізіңіздер. Сол кезде біздің ұнымыздың арасына ауа кіріп, қамырымыз жақсы көтеріледі. Әркімде ұн әрқалай, сондықтан астына грамын жазам, сіз көз мөлшерімен илеңіз. Мінекей біздің қамырымыз дайын. Бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Бізге бір пияз және тауық еті қажет. Мінекей тауық етін осылай тураймыз. Ыдысымызға салып, енді пиязымызды тураймыз. Дәміне қарай 1 шай қасық тұз, шай қасықтың 4-тен 1 бөлігіндей қара бұрыш саламыз. Біздің қамырымызға жарты сағат уақыт өтті, қамырымыз жақсы көтерілді. Енді осындай бөлшектерге бөлеміз. Осылай алақан ортасына қойып, осылай шариктер жасаймыз. Бетін жабуды ұмытпаңыздар. Шетінен алып жая бастаймыз. Салмасын салып, өзіңізге ұнаған формада түйсеңіз болады. Мінекей мен осылай түйдім, мінекей. Бұл ең соңғысы. Листтің үстіне пергамент қағазын төсеп, осылай орналастырамыз. Бетін жабуды ұмытпаңыздар. 10 минутқа қойып қоямыз. Жұмыртқаның сарыуызының үстіне 1 қасық сүт құйып, осылай араластырамыз. Бетіне жағып шығамыз.
Тағы да 10 минутқа қойып қоямыз да пешімізді 180 градусқа қыздырып 30-35 минут пісіреміз. Мінекей біздің бәліштеріміз дайын, өте ыстық болып тұр. Мінекей асты да үсті де біркелкі болып, қып-қызыл болып пісіп шықты. Өте ыстық. Суытамыз енді. Мінекей жұмсақ, ортасы толық піскен. Қараңыздар, қандай керемет. Сіздер де үй жағдайында осылай жақындарыңызға, балаларыңызға жасап беріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар.